Білім анасы бізде марал жазирадан ұзын, бірақ шолпаннан қысқа екен. Бірақ марал кімнен қысқан екен? Шолпаннан қысқа екен. Қыздардың ең ұзыны кім? Жазайық. Марал бізде ортақ, ол жазирадан ұзын, бірақ шолпаннан қысқа екен. Жауабы сонда қандай бізде балалар? Шолпан ең ұзыны екен. Келесі бізде Алтынай Раядан кіші деді. Алтынай деген қызымыз бізден Раядан кіші екен, 7 жасқа кіші екен. Бірақ Перизат Алтынайдан 2 жас үлкен екен. Алтынайдан 2 жасқа үлкен. Сонымен бізде реттілік бойынша бірінші Рая, одан кейін Перизат екен, одан кейін Алтынай екен. Жауабы ең кішкентай қызымыз бізде Алтынай екен. Үшінші, сызғыш қарындаштан ұзын, бірақ сызғыш қаламсаптан қысқа екен. Қай құрал ең ұзыны деп сұрап тұр екен. Сонымен сызғыш бізде ортақ. Ол қарындаштан ұзын екен. Қарындаштан ұзын екен, бірақ қаламсаптан қысқа дейді. Бізге сұрап тұр ең ұзыны. Ең ұзыны қайсысы екен? Сонымен қаламсап екен. Келесі, алмұрт қарбызға қарағанда 450 теңгеге арзан екен. Алмұрт қарбызға қарағанда 400 теңге арзан. Яғни қарбыздың бізде қараңыздар. Алмұрт қарбызға қарағанда, яғни қарбыз бізде қандай екен? Қымбат болып тұр 450 теңгеге. Бірақ бананға қарағанда 400 теңге, алмұрт енді бізде не болып тұр? Бананға қарағанда қымбат екен. Жемістерді қымбатынан, қараңыздар, қымбатынан арзанына қарай жаз деді. Сонымен ең қымбаты бізде қарбыз, одан кейін алмұрт, одан кейін банан екен. Келесі бізде гитара жетігенге қарағанда арзан дейді. Гитара бізде жетігенге қарағанда жетігеннің қымбат екен біліп отыр. Бірақ домбырамен тең екен. Мына гитара мен домбыра бағалары тең. Ең қымбат қай аспап деп. Сонда бізде жауабы ең қымбаты қайсысы екен? Жетіген екен. Келесі бізде базарда айран мен сүт бағалары тең. Қараңыздар балалар. Айран және де сүт бағалары тең екен. Болғанмен қымыздан арзан, яғни қымыздың арзан екен. Бірақ қымыз шұбаттан арзан дейді. Яғни шұбат ең қымбат екен. Ең қымбаты қайсысы екен? Сонымен жауабы шұбат екен. Келесі, кемеге отырушылар саны ұшақпен салыстырғанда көп дейді. Кемеге отырушылар ұшақпен салыстырғанда көп дейді. Кеме, жазайық. Ұшақпен салыстырғанда көп екен. Кемедегілер ұшақпен салыстырғанда көп екен. Бірақ автобусқа қарағанда көбірек адам тасымалдайды. Сонда мынандай бізде реттілік шыға келеді екен. Ең көбі кеме болыпты, одан кейін ұшақ, одан кейін автобус. Сонымен жауабында ең көбі қайсысы екен? Кеме болып шықты. Келесі, сырымның ноутбугының жадысы ұялы телефонның жадысына қарағанда көп. Яғни бізде ноутбук және де ұялы телефонның жадысына қарағанда көп. Ноутбуктікі ұялы телефонға қарағанда көп екен. Планшеттің жады ұялы телефон жадына қарағанда планшетінің жады енді былай болады екен. Ұялы телефон бізде көп болады, планшет аз болады екен. Ең көп және ең аз қай техника? Сонымен бізде бірінші ноутбук, одан кейін ұялы телефон, одан кейін планшет. Дұрыс қой? Яғни бізге айтып тұр, планшетінің жады ұялы телефон жадына қарағанда аз дейді. Яғни
бұл жерде планшеттің ең азы болып тұр. Келесі, 4 түлік малдың ең ауыр салмақтысы жылқы екен. Жылқы, ең ауыры жылқы. Бірден жазып қоя берейік. Ең жеңілі қой екен. Қойды жаздық. Түйе сиырға қарағанда ауыр дейді. Түйе сиырға қарағанда ауыр дейді. Бірақ жылқыға қарағанда жеңіл дейді. 4 түлік малдың салмағын өсу ретімен жаз дейді. Енді түйе сиырға қарағанда ауыр, жылқыға қарағанда жеңіл, яғни екінші түйенің одан кейін сиырдың тұратынын байқасақ болады. Бізге енді өсу ретімен жаз дейді. Ең бізде жағы ауыры бізде қайсысы еді? Жылқы еді, одан кейін түйе болды, одан кейін сиыр, одан кейін қой болсанда бізге өсу мына жерде кему ретімен жаз. Енді мынау бізде кему реті, бізге өсу ретімен жазу үшін бірінші қой болады, одан кейін сиыр, одан кейін түйе, одан кейін жылқы болады. Сонда бұл өсу ретімен болады. Өсу деп отырғанымыз білесіздер, кіші саннан кішіден үлкенге. Ал кему деп отырғанымыз үлкеннен кішіге. Оныншы есеп, емен ағашының діңі шырша ағашына қарағанда жуан дейді. Емен ағашы шырша ағашына қарағанда жуан екен. Бірақ қарағай шырша ағашынан жіңішке дейді. Шырша ағашынан жіңішке. Шырша ағашына қарағанда жіңішке дейді. Ең жіңішкесі қайсысы? Сонда бізде ең жіңішкесі қайсысы екен, балалар? Қарағай екен. Он бірінші есеп, мектеп емхана әкімшілік бағалы бақша бір жолдың бойында орны. Мектеп емхананың оң жағында біз алдыңғы практикалық сабақта шығарған әкімшілік емхананың сол жағында орналасқан. Мектептің оң жағында балабақша ғимараты бар. Дұрыс ретпен орналастыр. Біз алдыңғы сабақтарда да оң және сол қолымызды ажыратуды білдіге. Енді қараңыздар, емхана деген сөз бұл жерде де екі мәрте қайталанып тұр. Емхананы жазайық және де оқиық. Емхана оң жағында дейді. Емхананың оң жағы, мектеп емхананың оң жағында. Яғни мектеп мына жерде орналасыпты. Оң жағында, әкімшілік емхананың сол жағында. Әкімшілік сол жағында орналасқан екен. Яғни оң қолымызды, сол қолымызды білу. Мектептің оң жағында балабақша орналасқан екен. Мектептің оң жағы мынау, бізде оң жағы, ол жерде балабақша. Сонымен қандай реттілік болды? Бірінші балабақша, одан кейін мектеп, емхана және де әкімшілік деген реттілікпен орналасқан екен. Келесі, қанаттың бойы сырымнан ұзын, бірақ қанат талғаттан қысқа болды. Сонымен бізде қанат ортақ сөз. Қанаттың бойы сырымнан ұзын дейді. Сырымнан ұзын екен, яғни сырым қысқа екен. Бірақ талғаттан қысқа дейді. Талғат бізде ең ұзыны болып тұр екен. Кему ретімен дейді. Кему реті деп отырғанымыз бізде қандай еді? Ең үлкеннен, жазам, үнемі жазып отырам, үлкеннен кішіге. Сонымен талғат, қанат, сырым болады жауабы. 13-ші, самалдың екі ағасы бар дейді. Самалдың екі ағасы бар екен. Бәрінде біздің практикалық сабақта екі әпкесі болған еді. Екі ағасы бар екен. Серіктің жасы беріктен 2 жас кіші дейді. Серіктің жасы беріктен 2 жас кіші дейді. Яғни беріктің үлкен екенін байқасақ болады. Бірақ самалдан 5 жас үлкен екен.
Енді қараңыздар. Ең үлкені бізде кім болды? Берік, одан кейін Серік ағасы, өйткені біздің екі ағасы деп тұр. Қараңыздар, екі ағасы. Берік ең үлкен, одан кейін Серік, одан кейін Самал қарындасы екен. Ең үлкен ағасы кім екен сонымен? Бізде Берік екен. Келесі бізде Мадинаның үйі, медеудің арасы Шымбұлаққа барған жолдан алыс, бірақ Көктөбеге барар жолдан қысқа. Айжанның үйінен ең алыс демалыс орны қайсы дейді. Мадинаның үйі мен медеудің арасы Шымбұлаққа барар жолдан алыс дейді. Қарамыз, бұл жерде Мадина деген бірақ қыздың үйі, мына жерде Айжан деген орны Мадина, Мадина бұл жерде де. Өйткені бір ғана адамның несін тауып жатыр қой. Сонымен медеудің арасы дейді. Қараңыздар, бірінші Шымбұлаққа барар жолда, медеудің арасы Шымбұлаққа барар жолда. Бірінші Шымбұлақ, одан кейін медеу, одан кейін Көктөбеге барар жолдан қысқа дейді. Сонда Көктөбе, одан кейін барып Мадинаның үйі екен. Ең алысы қайсысы? Сонымен Шымбұлақ екен. Бакал үйірмесіне, шахмат үйірмесіне қарағанда көп бала қатысады. Қараңыздар, бакалға бізде қараңыздар. Бакал үйірмесі шахмат үйірмесіне қарағанда көп, қараңыздар. Шахматқа қарағанда бакалға. Ал шахмат үйірмесі мен би үйірмелері тең дейді. Шахмат пен би тең екен. Интеллектум үйірмесінен аз екен. Шахмат үйірмесі мен би үйірмесін екеуі болғанның өзінде олар не екен? Интеллектум үйірмесінен аз екен. Ең көп оқушы қатысатын үйірме қайсысы? Яғни қарап тұрсаңыздар, бакалы. Енді реттілікпен бакал, одан кейін интеллектум, одан кейін шахмат пен би екен. Ең көп қатысатын қайсысы? Жауабы бакал. Сонымен үй тапсырмасын барлығын есептеп шығардық.